Hello my dear friends, my name is Sultan. In this video we are gonna talk about past continuous. Сәлем достар, менің атым Сұлтан, бұл English with Sultan каналы. Бүгін біз past continuous шағын өтетін боламыз. Егер де сізге біреу мынандай сұрақ қоятын болса, кеше сағат 3-те не істедің? Бұл сұраққа сіз қалай жауап бересіз? Дәл осы кезде бізге көмекке past continuous шағы келеді. Past continuous дегеніміз, оны кейде past progressive деп те атайды, екеуінің мәні мағынасы бірдей. Past дегеніміз өткен, continuous дегеніміз созылыңқы процестегі шақ. Өткен, созылыңқы шақ. Мен әжеге 3 сөйлем жазып қойдым. Бұл past continuous'дың 3 түрлі жағдайда қолданылатынын көрсетеді. Ең бірінші жағдай уақыт берілген. Яғни белгілі бір уақыт өткен шақта берілген бір іс-әрекет созылыңқы болып жатыр. Прогресс ретінде, процесс ретінде болып жатыр. Мысалы, I was reading at 5 p.m. yesterday. Кешкі 5-те мен кітап оқып отырдым. Яғни менің сағат нешеде бастағаным белгісіз және сағат нешеде аяқтағаным да белгісіз. Бірақ дәл сағат 5-те кеше мен кітап оқып отырдым. Сол кезде біз past continuous шағын қолданамыз. Бұл жерде past continuous дегеніміз was reading. Past continuous'ның жасалу жолы өте оңай. Ол subject'ке, яғни бастаушыға, субъектке іс-әрекетті орындайтындарға, олар I, you, we, they, he, she болуы мүмкін. Was, were, яғни to be етістігінің өткен шақтағы формасы, және етістік ing. Етістік ing. Етістікке ing жалғайды. Мына графикке қараңыздар. Мына past дегеніміз өткен шақ, future дегеніміз келер, болашақ, мына өткен, now дегеніміз дәл қазіргі біздің уақыт. Енді іс-әрекет өткен шақта орындалып жатыр. Менің телевизордың суреті, адам телевизор қарап отыр өткен шақта. Ол телевизор қарап отырған. Оның қашаннан бастап қарап отырғанын біз білмейміз. Ол қарап отыр. Бір мезгілде телефон звондайды. Сол кезде біз бұл кісінің қарап отырғанын біз past continuous арқылы айтады. Yesterday he was watching TV when the phone rang. Бұл жерде when the phone rang, телефон звондағанда деген мағынаны білдіреді. Phone rang бұл жерде бізде past simple қолданылып тұр. Яғни қысқа іс-әрекетті біз past simple мен қолданамыз да, ал бұл созылыңқы процесті past continuous бен. Екеуі бір сөйлемде көріңіздер ме, екі шақ қолданып тұр. Past continuous және past simple. We were working while they were playing basketball. Екі іс-әрекет өткен шақта бір мезетте орын алады. Бұл жерде біз жұмыс істеп жатырдық және сол уақытта олар баскетбол ойнап жатты. Көрдіңіздер ме? Екі іс-әрекет өткен шақта бір мезетте орын алып жатқанда біз сол кезде past continuous'ды қолданамыз. Енді past continuous'тың жасалу жолын қарастырайық. Болымды сөйлемде past continuous субъект was, were, етістік ing формасында. Қашан was, қашан were. Was дегеніміз жекеше түрде тұрған жүктеу өсімдіктердің немесе субъектке қолданылады. Мысалы, I was reading. I деген жекеше түрде бірақ адам, менмін. Мысалы, he, she, itқа да was болады. Ал you, we, theyға көпше түрге біз were деген қолданамыз. Болымсыз сөйлем past continuous'те өте оңай құрастырылады. Ол субъект қосылған was, were, қосылған not, қосылған етістік, қосылған ing. Subject plus was, were plus not plus verb ing. Was not, were not дегеніміз қысқартып wasn't, weren't деп жазуымызға да болады. Қалай сұраулы сөйлем құрастырылады? Мынау to be етістіктері субъекттің алдына шығады да was, were, қосылған subject, қосылған verb ing. The pursuit of happiness, оның қазақша бақыттың артына түсу деп аударсақ та болады. Орысша ол в погоне за счастьем. Сол жерде ең бірінші сюжетті Крис, яғни жаңа Уилл Смит кинодағы атты Крис, ол таңғы ас дайындап жатқан кезде оның есігіне біреу тоқылдатады. Яғни ол сол үйдің иесі ақшасын алып кетуге келіп тұр.
Бұл жерде көрдіңіздер ме, яғни дәл ол сияқты процесс. Крис тамақ пісіріп жатты, бірақ бір мезетте біреу есікті тоқылдатты. Оны біз былай айтсақ болады. Chris was cooking burgers for breakfast when his landlord knocked on his door. Ол тамақ пісіріп жатқан кезде есікті біреу тоқылдатты. Енді келесі ол Крис үйін әктеп жатқан кезде полицейскийлер кеп оны ұстап алып кетті. Бұл жерде the police arrested the Chris when he was painting his house. Достар, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Біздің Telegram каналымызда осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар салатын боламын. Соны орындаңыздар, міндетті түрде кіріп, және де осы видеоны көбінесе менде YouTube'тан сұрақтар келеді. Бұл сабақтарды қалай жазып алсақ болады, WhatsAppқа жібересіз бе деген секілді. Сондықтан осы видеоны мен Телеграмға салып қоятын боламын. Сол жерден тіркеп алсаңыздар болады, және тапсырмалар да сол жерде болады. Ол тапсырмаларда жақшаның ішінде сөздер болады, етістіктер. Оны немесе past continuous, немесе past simple'ға қоюларыңыз керек. Дәл мына екінші мысалдағы, осы мысалға қарап, ол тапсырмаларды орындасаңыздар болады. Және де осы видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарияға сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Достар, осы видеоны қалғандарына таратыңыздар достарыңызға. Өйткені бірге ағылшын тілін үйренген әрқашан қызықты, әрқашан оңай болады. Егер де бұны үйренем, жаттап аламын десеңіздер, мен түсіндіргенімді алыңыз да өзіңіздің досыңызға, немесе ініңізге, қарындасыңызға, немесе әке-шешеңізге біреуге отырып түсіндіріңіз. Жай құр естіп тыңдаған ол ұзаққа сіздің жадыңызда қалмайды. Ал егер де сіз оны біреуге түсіндірсеңіз, өзіңіз арқылы өткізіп түсіндірсеңіз, онда ол өте ұзақ уақытқа жадыңызда қалады, және сіз ол тақырыпты өте жақсы түсінетін боласыз. Bye-bye.